Сәлем, қалайсыздар? Қалай жағдайларыңыз? Біз баламыз екеуміз жүрміз қыдырып мына жақта. Бүгін бізде выписка. Қазір папамыз кетті дайындауға. Бүгін бізде деген Ербол мен Еркенің батырларының выпискасы болатын болады. Құдай қаласа, Еркен тағы да құттықтағым келіп отыр осы жерде. Батырсың, молодец. Баланы өмірге әкелу ол деген оңай нәрсе емес. Ал біз Аллаға шүкір анализдің барлығын тапсырдық, УЗИға түстім, барлығы жақсы деп жатыр. Шүкір Аллаға, күшті өтті, негізі роды барлығына Аллаға шүкір деймін. Қазір выписка болайын деп жатыр. Бізде далаға шығамыз, баламыз екенбіз. Ал осындай қуанышқа келіп қалдық. Саламатсыз ба? Қалыңыз қалай? Ой, керемет. Немереңіз құтты болсын. Осы күнге жеттік бәріміз, Аллаға шүкір. Рахмет, Ана ханым, рахмет. Көп рахмет сізге. Сіздің арқаңыз. Құтты болсын. Шашу. Бәріміз бірге бүгін сенің туған күнің балапаным дәулетім күллі сені бүгін құттықтайды әулетім. Үлкен жігіт болсын Ербол сияқты. Бала берік болсын. Достары бәрі. Біз Аллаға шүкір аман есен үйге келдік. Папасы екеуміз жатырмыз. Олжас папасын күтіп жұмыстан шығып жатыр екен. Выпискадағы видеолар, фотолар барлығын шығаратын болам. Сондықтан да қызық қарап отырыңыздар. Папасы келді, қасқыр папасы. Олжас кімге ұқсаған екен, Жанеркеге ме, саған ба? Сен ба? Біздің баламыздың папасы мен мамасы осындай тұлпармен қуантып жатыр. Біздің баламыздың алғашқы тұлпары. Сәйгілігі. Көзін ашып алған дейсің ғой. Олжас папасына рахмет. Тосқа шығамыз ба? Аумин. Бала шағам өссін. Рахмет, жандарым, сол жұғысты болсын. Ему так нравится. Өмірінің соңына дейін біз бір жағында жүреміз ғой. Алла қаласа. Рахмет. Өз сияқты сұр қасқыр дейсің ғой. Сұр түс таңдапты. Рахмет, күшті өте. Ере берсін. Аумин. Осы люлькада